дін саласында контент іздеген азаматтарға мына лайфхактарды айтқым келеді. Біріншіден, дін саласында уағыз айтып жатқан адамның түр тұлғасы анық көрінуі керек. Неге деген мақсатта айтатын болсақ, деструктивті бағытта жұмыс жасайтын, уағыз айтатын азаматтар біріншіден түрін көрсетпейді. Екіншіден, сол уағыз айтып жатқан азаматтың аты жөні, қызметі толық жазылса, және оны сіз интернеттің кез келген әлеуметтік желісінен, не болмаса Google-дан іздеген кезде сол атпен ол кісінің суреті шықса, тыңдауға болады. Неге деген кезде біздегі елімізде дүниеге келген, бірақ өкінішке орай Саудияда, Египетте, Түркияда қашып жүрген уағызшылардың басым көпшілігі лақап атпен уағыз айтады. Және олар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми жүйесінде жұмыс жасамағандықтан белгілі бір мешітті көрсетіп, жұмыс орны ретінде олар нақты көрсете алмайды. Үш лайфхак: бірінші, түрі көрінуі керек; екінші, аты жөні дұрыс жазылған болу керек; үшінші, қызмет орнын біз көрген болуымыз керек.